Сәлем достар, ондық бөлшекті жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдыру тақырыбына берілген Б тобының есептерін бірге қарастырайық. 740 дұрыс бөлшек түрінде жазып қысқартыңдар. Біріншісі 0,8. Ол бізде 8-ге тең. 4-ке қысқартайық. Алымында 2 бөлімінде 25. Сонда 25-тен 2 деген бөлшек шығады екен. Келесі 0,6. 2-ге қысқартайық. 50-ден 3. Келесі 0,32. 32. 8-ге қысқартайық. 4 бөлімінде 125 болады. Одан кейін 0,10 мыңнан 625. 10 мыңнан 625. 25-ге қысқартайық. Алымында 25 бөлімінде 400 болады. 400-ді 25-ге қысқартайық. 1 16 болады. 16-тан 1 екен. Келесі 0,1000 5. Ол бізде 1000-нан 5-ке тең. 5-ге қысқартайық. 200. 200-ден 1. 0,10 мыңнан 56. 10 мыңнан 56. Біз бұны 8-ге қысқартсақ болады. 7. 8-ге қысқартсақ 125 және 101. 1250-ден 7 екен. 0,10 мыңнан 8004. 10 мыңнан 8004. 4-ке қысқартайық. 2001. Мұнда 25 және 20 болады. 2500-ден 2001 болады. Екіншісі аралас сан түрінде жазып қысқартыңдар деді. 2,1075. Біз 25-ге қысқартсақ болады. 25-ге қысқартсақ 3. 25-ге қысқартсақ 40. 2,40-тан 3 екен. Келесі 4,4. Біз 4-ге қысқартсақ болады. 4-ге қысқартсақ алымында 1 бөлімінде 250. 4,250-ден 1. 5,64. 8-ге қысқартсақ болады. 8,8-ге қысқартсақ 125. 8-ге қысқартсақ 8. 5,125-тен 8. Келесі 17,10 мыңнан 875. 25-ге қысқартып көрейік. 25-ге қысқартсақ бөлімінде 400, алымында 35. Оны тағы 5-ге қысқартуға болады. 17. 5-ге қысқартсақ алымында 7, бөлімінде 80. 17,80-нен 7 екен. Келесі 43 мыңнан 8. 8-ге қысқартуға болады. 43 бөлімінде 125, алымында 1. 43,125-тен 1 екен. 741 аралас сандарды ондық бөлшек түрінде жазыңдар. Біріншісі 3,20-дан 1. Біз 5-ке көбейтеміз. 3,105. 2,50-ден 3. 2-ге көбейтеміз. 2,105.
6. 4,25'ten 8. Biz 4'ke көбейтеміз. 4,32. 7,20'dan 11. 5'ke көбейтеміз. 7,55. 12,25'ten 4. 4'ke көбейтеміз. 12,16. 9,50'den 13. 2'ge көбейтеміз. 9,26. Екіншісі 2,8'den 5. Бізде 8'ді енді 1000'ға келтіруіміз керек. Сол үшін біз оны 125'ке көбейтеміз. 2,1000'dan 625. 1,125'ten 6. Bu жерде 8'ге көбейтеміз. 1000'dan 48. 1,1048. 3,217. 5'ke көбейтеміз. 3,1085. 3,1085. 8,250'den 9. Biz 4'ke көбейтеміз. 8,1000'dan 36. 7,500'den 3. 2'ge көбейтеміз. Сонда 7,1000'dan 6 болады. 6,8'den 7. 125'ke көбейтеміз. 6,1000'dan 875. 742 жай бөлшектерді қысқартып ондық бөлшек түрінде жазыңдар. 15'ten 12. 3'ке қысқартайық. 5'ten 4 болады. Оны 2'ке көбейтеміз. Сонда 10'dan 8. 0,8. 35'ten 21. 7'ге қысқартайық. 5. Алымында 3. 2'ке көбейтеміз. 10'dan 6. 0,6. 30'dan 12. 3'ке қысқартайық. 10'dan 4. 0,4. 50'den 45. 5'ке қысқартайық. 10'dan 9. 0,9 болады. 90'dan 18. 9'ға қысқартайық. 10'dan 2. 0,2. 80'den 56. 8'ге қысқартайық. 10'dan 7. 0,7. 12'den 9. 3'ке қысқартайық. 4'ten 3. 25'ке көбейтеміз. 175. 0,175. 60'dan 21. 3'ке қысқартайық. 20'dan 7. 5'ке көбейтеміз. 135. 0,135 болады. 743 сыныпта 10 ұл, 15 қыз бар. Ұлдар сыныптағы барлық оқушылардың қандай бөлігін құрайды? Қыздар қандай бөлігін құрайды? Жауабын ондық бөлшек түрінде жазыңдар. Бізде сыныпта барлық қанша оқушы екенін табамыз. Ол үшін 10 ұлға 15 қызды қосамыз. Сонда барлығы 25 оқушы екен.
Енді ұлдар қандай бөлігін құрайтынын табу үшін сол 25-тен 10, енді оны ондық бөлшек түрінде жазсақ, 4-ке көбейтеміз. 100-ден 40, ол 0,140, немесе 0,4 бөлігі. Енді қыздар 25-тен 15 бөлігін құрайды. Оны 4-ке көбейтеміз. 100-ден 60, 0,160 немесе 0,6 бөлігін құрайды. Ұлдар, қыздар. 744 массасы 500 грамм кіртасын пайдаланып, табақшалы таразымен 3 рет өлшеп, 3 килограмм 500 грамм жарманы қалай бөліп алуға болады? Ең алдымен біз 3 килограмм 500 грамм деген жарманы граммға айналдырып жазсақ, 3500 граммға тең болады. Енді біз бірінші рет өлшеген кезде 500 грамм кіртасын пайдаланып, 500 грамм жарманы өлшейміз. Енді осы 500 грамм кіртасына жаңағы өлшеп алған жармамызды қосамыз. Енді бізде 1000 грамм шықты. Осы 1000 граммды пайдаланып, біз 1000 грамм жарма өлшеп аламыз. Енді үшінші рет өлшеген кезде 500 грамм кіртасты пайдаланамыз. Және осы 500 грамм жармаға және соңғы рет өлшеген 1000 грамм жарманы қосып жазамыз. Сонда бізде 1500 грамм жарма болады. Енді бізде мына жақта таразыда 2000 грамм пайда болды. Олай болса біз не істейміз? 2000 грамм жарманы өлшей аламыз деген сөз. Енді қарайық, бізде қанша болды? Бізде мына жерде 1500 грамм өлшегенбіз. Мына жерде 2000 грамм өлшедік. Сонда бізде барлығы 3500 грамм жарма болды. Ал ол бізде 3 килограмм 500 грамм болады. Біз алу керек жарманы алдық. 745 шамалардың сән мәнін ондық бөлшек түрінде жазыңдар. Бірінші, егін жинайтын комбайн егінді 14,20-дан 3 км/сағат жылдамдықпен жүріп жинады. 14,20-дан 3-ті біз ондық бөлшекке айналдырамыз. Ол үшін біз бөлшекті 5-ке көбейтеміз. Онда 14,115. Ол бізде 14,115 км/сағат болады. Екіншісі, темір жол вагонының биіктігі 3,2-1 метр. 3,2-1 ондық бөлшекке айналдырсақ, 5-ке көбейтеміз. 3,5. Ал ол 3,5 метр болады. Үшіншісі, жоңғар қақпасының орта бөлігіне соғатын ебі желінің жылдамдығы 60,5-4 метр секунд. 60,5-4. Оны 2-ге көбейтеміз. 60,8 метр секунд. 746. Айгүл ұзындығы 6 метр жиекке арақашықтығы d сантиметрден гүл түптерін отырғызды. Айгүл неше түп гүл отырғызды? Мұндағы d тең 20. Біз 6 метрді сантиметрге айналдырып алайық. Ол бізде 600 сантиметр болады. Енді 600 сантиметрді 20 метрден орналастыратын болсақ, қарайық, мынау бізде 1,20 сантиметр болсын. Мынау екінші 20 сантиметр болсын. Мынау үшінші 20 сантиметр болсын. Бізде 1, 2, 3 ара қашықтық болды. Енді осы 3 ара қашықтыққа біз неше гүл отырғыздық? 4 гүл отырғызған боламыз. Егер 4 ара қашықтық болса, біз ол жерде 1,
2, 3, 4, 5. 5 гүл отырғызған боламыз. Яғни, ол не деген сөз? Біз бір гүлді артық отырғызамыз. Қалай? Біз қазір 600-ді 20-ға бөлеміз, солай ма? Себебі 600 метрді әр 20 метр сайын отырғызсақ, неше гүл аламыз? 30 гүл. Ал бірақ біз қарасақ, мына жерде ең біріншісіне бір гүл отырғызамыз. Олай болса, плюс 1-ді қоямыз. 31 түп гүл отырғызған боламыз. В жауабы.